Ал енді жағымды жаңалыққа ойсайық. Таразда мектепке бармай жатып хат таныған екі бүлдіршін бар. Егіз қоздай бірге өскен Алдияр мен Шахмедин минутына 60 сөз оқиды. Бұл екі азаматтың тағы қандай ерекше қабілеті бар, армандары қандай, болашақта қандай мамандықтың иесі болуды қалайды. Бұл жайында өңірдегі тілшіміз әдемі Руслан қыз айтып берсін. Рахмет Дәулетияр, Шахмедин мен Алдияр осыдан 6 ай бұрын сүндеттелген кезде де мүлдем жыламаған. Олар о бастан-ақ ерте есейіп кеткен сыңайлы. Екеуі егіз қозыдай үнемі тату ойнайды. Ал сабаққа бармай жатып, хат танығандары шын мәнінде қызық. Ал Алдиярға оқуды үйреткен әпкесімен мен минутқа оқығым келеді, бірақ ешкім сағатқа қарап отырмайды. Сосын Алдиярды көндіремін, сен де оқисың деп кезектесіп оқып жүредік. Шын мәнінде оқып кетті, минутына 60 сөз. Қандай таңбасы бар оның? Бір бар. Екі баланың арман тілектері екі түрлі. Шахмедин қалалық болса, Алдияр ауылды армандайды. Демалыс күндері ауылға қатынайтын кез келген көлікке мініп тайып тұрады. Болашақта мал шаруашылығымен айналысып, әкім болсам дейді. Ауыл ұнайды, мәшине жоқ, құрт, май дегендей. Аналардың бәрі өскенде қалада тұрады. Мен оларға соғым сойып беремін. Мен өскенде әкім боламын осы ауылға. Сосын облысқа барамын. Айтпақшы, мен осы ауылға су келтіремін. Мен әкім болғанда ешкім арықтан су ішпейді. Өмірге құрған жоспарлары орындалсын деген ниетпен репортажымды аяқтаймын. Әдемі Руслан қызы, Ғани Айдарқұлов, Тараздан.